Қайырлы күн, достар. Бүгінгі біздің SMM маман тақырыбындағы онлайн конференциямызға қош келдіңіздер. Бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін. Енді 2020 жылдағы трендтегі мамандықтарға тоқталатын болсақ, бұлар SMM маманы, таргетолог, директолог, копирайтер және MMM маманы. Бұл мамандықтарды арнайы оқу орындарында оқытпайды. Дегенмен де қазір заман талабына сай сұранысқа ие болып отырған мамандар, сондықтан осы мамандардың кім болып жұмыс жасайтыны, қандай қызмет атқаратыны жайында бүгін конференция барысында талқылайтын боламыз. Яғни SMM дегеніміз не жалпы? Бұл біз бұрындарда бизнес тренингтерде, газет журналдардан көп естіп жүрдік, бірақ толығымен қандай сала екенін көбіміз біле бермейміз. Яғни бұл сала бізге не береді? Ол үшін не істеу қажет? Міне осы сауалдарға бүгін конференция барысында біз жауап беретін боламыз. SMM дегеніміз бұл әлеуметтік желі арқылы танымал болу, немесе компания не сайтты таныту және өз ақпаратын тарату арқылы тұтынушылармен тікелей қарым-қатынасқа шығу деп түсіндіреміз. Яғни бұл әртүрлі платформаларда жүзеге асырылады. Бұл ең бірінші өте танымал желі, яғни социал сети, Instagram, Facebook, ВКонтакте және YouTube. Сонымен қатар қазір TikTokта өте танымалдылыққа ие болып жатыр. Енді SMM маманның жұмыс көрінісі және табысына тоқталатын болсақ, жалпы SMM маманы кез келген бизнес аккаунттарды немесе танымал адамдардың аккаунтын жүргізетін адамды айтамыз, SMM маман деп. Яғни тематикалық парақшаларды басқару, оригинал контент салу, пост жазу, сторис түсіру, осындай құзыреттіліктерге ие болады екен. Айлық табыстары 200 мыңнан басталып миллиондарға жетеді екен, яғни SMM маманның креативтілігіне байланысты. Олай болса, бүгінгі біздің конференциямыздың спикерлерімен таныстырып өтейін. Біздің ең басты спикеріміз Ақерке Әбілхан, яғни журналист, SMM маманы, сонымен қатар танымал блогер, яғни біздің Instagram желісінде менің өзім жақсы сүйіп оқитын аккаунттың иесі осы Ақерке Әбілхан, яғни өте тиімді, адамға қажет құнды ақпараттар жазады. Сонымен қатар SMM мамандарын, яғни пост жазу, сторис түсіру, соның барлығын фишкаларын үйретіп, бірнеше марафон курстарында жүргізіп жүр. Және екінші спикеріміз біздің студентіміз Қалжан, яғни вайнер, сонымен қатар блогер. Үшінші спикеріміз бізде Айжан деген қызымыз, студентіміз, блогер және вайнер. Енді олай болса, Ақерке Әбілханды таныстырып өтейін. 382 мың оқырманы бар, ардагер блогер, соңына дейін оқылатын 700 посттың авторы және сториздің гүлі десек те болады. Ақерке Әбілханның страницасы өздеріңіз алдарыңызда көріп тұрсыздар. Яғни 382 мың оқырманы бар аккаунт, яғни бұл сұранысқа ие аккаунт десек те болады. Яғни бүгінгі кезекті сөз кезегін осы арамызда отырған ардагер блогер десек те болады, Ақерке Әбілханға берсек. Ақерке ханым, бізді естіп тұрсыз ба? Дауысым шығып тұр ма? Шығып тұр. Қайырлы күн, бәріңізге сәлем. Жағдайларыңыз жақсы ма? Жақсы, рахмет. Мен 2018 жылдан бастап тұрақты түрде блог жаза бастадым. Ол кезде танымал болуға өте көп мүмкіндіктер болды. Қазіргідей емес, қазір бақталастық, таңдау өте көп. Қазір неше түрлі контенттер шығып кетті, неше түрлі ниша бар, неше түрлі бағыт бар. Сол бойынша танымал болу қазір бұрынғымен салыстырғанда сәл күрделі деп айтуға болады. Бірақ нақты фишкаларын біліп, продвижениеге еңбегіңді салсаң, онда болады жасауға. Мен сол 2018 жылдан бастап тұрақты түрде пост жаза бастадым. Сосын қалай бастадым? Бірден продвижениеге ақша құйып, яғни өзімді рекламаладым, танымал адамдарға реклама жасаттым. Ол кезде гифқа қатысу онша актуалды емес еді. Бәрі күмәнмен қарайтын ол нәрсеге. Бірақ кәдімгідей таза реклама жасаттым танымал адамға. Солай маған қазіргі күнге шейін тұрақты түрде оқырман болып
келе жатқан жандар сол кезден бері бар, 3 жылдан бері менде қазір. Солай рекламаға да ақша құйдым, сосын өздері іздеп, интересныйға шыққаннан көріп, таныстары айтқаннан, рекомендация жасағаннан көріп келген жандар бар. Одан бөлек кейін гифтарға қатыса бастадым. Бірақ гифтқа қатысу үшін ол тәуекел ету керек. Келген адам ол саған сыйлық үшін келеді. Сыйлығын алғаннан кейін немесе сыйлық беру рәсімі аяқталғаннан кейін олар шығып кетеді. Мысалға, олар шығып кетпес үшін мен не істей аламын, мен соған дайын болдым да, келген адамды ұстап қалатындай түрлі көңіл көтеретін пайдалы қызықты контенттерді түсіре бастадым. Постпен ұстап қалдым, сторизбен ұстап қалдым. Әрине 100% ұстап қалу мүмкін емес. Қолынан келгенше жарты оқырман жартысынан көбін каждый гифтан ұстап отырдым. Және оны ұстап қалу бар, одан кейін тұрақтандырып қалу ол өте оның өзі бір жұмыс. Қазір мысалы SMM мамандары, мен өзім айтам, әмбебап маман болу керек деп. Мысалы қазір SMM-нің өзін тармақ-тармақпен бөліп тастады. Жаңа сіз 2020 жылдың ең танымал мамандықтары деп айтып жатсыз ғой. Оның ішіне мысалы сторис мейкерді қосуға болады. Бірінші орынға шығып жатыр деп айтуға болады. Себебі кез келген компания болсын, кез келген бір онлайн магазин болсын, өзінің тауарын немесе қызмет түрін жарнамалау үшін және клиенттерді көбірек тарту үшін оған профильдің ғана белсенді болғаны аздық етеді. Одан бөлек сторизде қыз саудасын қайнатып жату керек. Сол үшін сұранысқа ие мамандықтардың бірі, қазір бірінші орында мен өз басым сторис мейкерлерді айта аламын. Сторизде жай ғана сторис түсіріп отыру емес, түрлі креативті нәрселер ұсыну арқылы өзінің тауарын қызықты контентпен ұштастырып, байқатпай сату арқылы сторизде жарнама жасау оның өзі бір өнер. Сол үшін мен үнемі жаңа сторис мейкерлерге, видеографтарға арналған қазір курстар, марафондар өткізіп жүрмін. Одан бөлек жаңа мобилография бізде бір тоже бастапқы орындарда тұрады. Мобилография, яғни фотоңыз, сіздің визуалыңыз парақшаңызда. Парақшаңызда әдемі фото болмай, сіздің қаншалықты керемет пост жазсаңыз да, ол көзге көрінбейді және оқылмайды. Және сіздің тауарыңыздың әдемі фотосы, әдемі видеосы болмаса, ол ешқандай клиент жинамайды. Сондықтан фото, видео, сторис осыларды басты назарға алу керек деп ойлаймын. Мысалы, арамызда қазір отырған студенттердің көбісі онлайн сабақта жүрсіздер, сіздерде қазір өте көп мүмкіндік бар да. Осы SMM мамандығының тармақ-тармағын кез келген біреуін іліп әкетіп, айына емес, апта сайын, күн сайын табыс тауып отыруға өте көп мүмкіндіктер бар. Тек қана сабақ деп отыра бермеңіздер, сіздерге айтарым, онлайн сабақ деп тек сабаққа ғана байланбаңыздар. Мына қолдарыңызда бәріңіздің қазір смартфон бар, Аллаға шүкір, техника дамып жатыр, бәріңіздің қолдарыңызда интернет қолжетімді деп ойлаймын. Бір уақытын сабаққа бөлсеңіздер, қалған уақытын өздеріңізге жұмсаңыздар. Жаңағыдай сторизді мықты түсіру арқылы сторис мейкер боласыздар. 200-300 мың табыс табуға болады. Өте көп сұранысқа ие. Жұрттың барлығы мықты качественный жұмыс жасайтын сторис мейкерлерді таппай жүр. Одан бөлек жай ғана мысалы мен 990 теңгеге марафон жүргіздім. Соның өзінде өте көп 100% ақпарат берілді. Сондай менікі емес, любой бір курсқа қатысыңыздар, марафонға қатысыңыздар, ақпарат алыңыздар да, фотоны дұрыстаңыздар, видеоны дұрыстаңыздар. Сол арқылы өздеріңіз студент болып жүрді табыс тапсаңыздар болады. Мен енді қазір 3 баланың анасымын. Менде мүлде бос уақыт жоқ деп айтуға болады. Үйдің тіршілігі бар, әйелдің бітпейтін тіршілігі бар. Бірақ қолдағы телефонды мен құр босқа тек хабарласу үшін ғана, тек WhatsApp'та жазу үшін, немесе Instagram'да біреудің өмірін ақтарып, біреудің қызықты сторизден қарап отыру үшін ғана өткізгім келмейді. Өзімді осы бастап өзімнің өз тұғырымды қалағым келеді. Сол үшін сіздерде әлі мүмкіндік көп, әлі жассыздар, бәрін жаңадан бастап жатсыздар. Сіз бізге қарағанда, қалай айтсам болады, сауаттырақсыздар, бізге қарағанда тез қабылдайсыздар, тез үйренесіздер. Осы сторис, видео, фото бар, контент, жаңа пост жазуды үйреніп алып, кез келген парақшаға пост жазып бере аласыздар тапсырысқа, егер икемді болсаңыз соған. Одан бөлек SMM маманы болып табыс тапсаңыздар болады. Рахмет, Ағарке ханым. Енді менде мынандай сұрақ туындап отыр. Осы жаңа сторис қазір біз мысалы парақшаны жүргізуге көп мән береміз, жаңа профильге, жалпы пост шығаруға, бірақ бізде сторис жағы ақсап жатыр. Енді осы сториздің
жаңағы гүлі дейді ғой, сториздың гүлі болу үшін не істеу қажет? Жалпы не істеу керек? Мысалы, жеке аккаунт емес, мысалы, колледждің аккаунтында қандай сториздер түсіруге болады? Және мысалы жастарды, студенттерді немен қызықтырса болады деп өзіңіз пікір қоса аласыз ба? Мысалға, мен бір мықты фишкасын айта аламын сіздерге. Қазір жастар, студенттердің барлығы қай әлеуметтік желіде көбірек мысалға отыр. Оларға қалай әсер ете аламыз? Оларға TikTok арқылы әсер ете аламыз. Бұны мойындайға, күннен күнге TikTokты басында балалардың ғана ісі деп ойлап келді, бірақ қазір мықты компаниялардың өзі TikTok арқылы Instagramда өзінің саудасын жүргізіп жатыр, қызықтырып жатыр деп айта аламын. Мысалға, өзіңіз студенттер әсіресе, өздеріңіздің бір топтарыңыз болуы мүмкін, бір SMM мамандарын, сіздердің парақшаларыңызды, мен білмеймін, может, үлкендер жүргізе ма сол оқытушылардың арасында, әлде жастар жүргізе ма? Менің кеңесім тізгінді жастарға, студенттердің өздеріне беру керек парақшаны. Өздеріне беру керек, өзіне не қызық, ол соны салу керек. Яғни, бұл жерде мысалға сіздердің үлкен оқу орындарыңыздың белгілі бір аз бөлігі ғана оқытушылар болса, қалған өте көп бөлігі ол студенттер ғой. Сондықтан студенттердің өздеріне тізгінді беру керек. Оларға не қызық, соны сторизге салсын. Мысалы, TikTok арқылы алып келсін. TikTok деген ол жаңағыдай билеп, түрлі бір шектен шығып кететін нәрселер емес, TikToktың ішінде де жастарға әсер ете алатын, жастардың бойын табатын, жастардың армандарын айтатын, күлдіріп отырып ой салатын контент өте көп. Сол үшін сторизге арасында TikToktарды кіргізіп отыруға кеңес беремін. Одан бөлек сторизде бір рубрика болу керек. Міндетті түрде бір рубрика болу керек. Яғни сіздің студенттеріңіз сол рубриканы күн сайын күтіп отыру керек та. Мысалы, аптасына сәрсенбілік бұрыш деген сияқты, білмеймін, сәрсенбілік рубрика деген сияқты, сол именно сәрсенбі күні сіздер студенттеріңіздің бір жетістігін айтуыңыз мүмкін. Студенттерге арналған бір қандай да бір анекдот бола ма, білмеймін, оны өздеріңіз ойластырсаңыздар жақсы болады. Міндетті түрде бір рубрика болса, каждый студент өзінің парақшасын асыға күтіп отыратын болады. Бүгін осындай рубрика шығу керек еді ғой деп. Бірақ әрине ол қызықты болу керек. Одан кейін сторизде тұрақты болу керек. Тұрақтылықты жақсы көреді сторис. Бүгін барсың, ертең жоқсың болса, онда тұрақты емес контентке ешкім қызықпайды. Күніге кем дегенде 10 сторизден салып отыру керек. Одан бөлек сториздің качествосын, сапасын дұрыстау керек. Яғни қарап отырған адамның көзін аяу керек. Қарап отырған адамның уақыты мен назарын сыйлау керек. Сол үшін не болса соны түсіре беруге болмайды. Парақшаңыздың визуалын қалай әдемі қыласыз, сол сияқты сторизге де сондай жауапкершілікпен қарау керек та. Сторизде де үнемі әдемі контент жасауға тырысу керек. Фотома фото әдемі болу керек. Видеома өте идеальны болу керек. Одан бөлек рубриканы айттым, әдемі визуал керек тоже. Одан кейін әдемі хит әндер, сіздерде жастарға айтып отырмын ғой, сол үшін жастарды түрлі толқында былай ұстап отыру керек та. Мысалы, келе жатады, сабақ жайлы бір ақпарат кетуі мүмкін, сабақтан кейін білім жайлы, оқу жайлы. Одан кейін арасында студенттерді бір көңілдендіріп алу үшін жаңағыдай бір TikTok видео жіберу керек. Сосын бір пайдалы контент жіберу керек. Мысалға, әлемде осындай жаңалық болып жатыр. Немесе сіз білесіз бе, осындай, қалай айтсам болады, сіз білесіз бе деп мысалға бір фактілер ұсынуға болады. Осындай, сіз осы жайлы білдіңіз ба деп үнемі опрос жасап отыру керек. Да или нет, вопросы, тест бар. Одан бөлек жаңағыдай реакция бар. Инстаграмның сторизіндегі бүкіл функцияларды қолдану керек. Оны қолданған сайын сіздердің охваттарыңыз өседі. Охват өсті деген сөз, ол сторизге жаңа адамдар келіп жатыр, жаңадан қарайтындар, қызығатындар көбейіп жатыр деген сөз. Міндетті түрде сол функцияларды қолдану керек сторизде. Рахмет, өте жақсы ақпарат бердіңіз, Ақерке ханым. Енді студенттеріміздің арасында сізге қояр сауалдар бар ма екен? Студенттер, құрметті студенттер. Сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар Ақерке ханымға. Яғни бірнеше пайдалы кеңестер. Қазір бізде енді тағы бір айта кетерлігі, пандемия басталып, карантин басталғалы, ұстаздарымызда осы Instagram аккаунт, яғни Instagramға қызығушылығын танытып, парақшалар ашып, соны мысалы
ұстаз брендін қалыптастыру, ұстаздық парақша жасау деген сияқты тақырыптарда іздене бастады деп айта аламын. Яғни ұстаздардың да осы парақшада өз-өзін жетілдіріп, және түрлі ұстаздарға арналған, мысалы менің өз басым ұстаздарға арналған бірнеше марафондардан өттім осы Инстаграм арқылы. Яғни сауатты, мысалы Zoom-да сауатты сабақ өткізу, онлайн Zoom-ның фишкаларын қолдану, онлайн тақталарды қолдану, яғни ұстаздарға да Инстаграмның берері бар деп айтсақ болады. Енді Инстаграмдағы аккаунтты дамыту фишкаларына тоқталып кетсеңіз, енді бізге де сол өте қызық болып отыр. Жалпы текстті қандай приложениялар арқылы жазсақ болады, сториздарды қандай приложенияларда өңдеуге болады, осы жағына бір тоқталып кетсеңіз, одан кейін ары қарай жалғастырсақ. Продвижениеден бұрын, Инстаграмда парақшаны дамытпас бұрын міндетті түрде контентті дұрыстау керек. Ол деген сөз бірінші визуал, жаңа айттым ғой, барлығы идеальны болып тұру керек, кірген кезде әдемі болу керек. Сосын шапкаңызды оқиды. Жаңа сіз оқыдыңыз ғой, 700 пост соңына шейін оқылатын деген сияқты, блогер деген сияқты. Сіздің шапкаңызда сіз не бере аласыз, сіз басқалардан неңізбен ерекшесіз, өзіңізді сауатты түрде мақтап жазып қоюыңыз керек. Екінші, ол шапкамен ұстап қаласыз. Сосын әдемі аватарка болу керек міндетті түрде. Аватарка жинақы болу керек, логин дұрыс болу керек, одан кейін жаңа визуалдан кейін ішкі контентін дұрыстау керек. Яғни сіздің видеоңыз, мысалы, қандай керемет видео түсірсеңіз де, ол видеоның обложкасында әдемі сурет немесе именно әдемі кадрын қойып қоймасаңыз, онда ол видеода қаралмай қалады. Енді мен сіздерге айтамын, көбіңіз білесіздер, видео өңдеуге келгенде InShot деген программаны білесіздер. InShotты айтып келе жатқан кезде барлығы, InShot па, бәріміз білеміз оны деп шығады. Ал шындығында InShot'тың ішінде өте көп функциялар бар видеоны креативно жасауға. Мықты деген видеографтардың өзі, Қазақстанда танымал рекламный ролик түсіріп жүрген видеографтардың өзі қарапайым тегін InShot программасын қолданады. Сол үшін мен сіздерге айтамын, қазір смартфондарыңызда InShot бар болса, міндетті түрде қараңыздар, басқа функциялардың барлығын қарап көріңіздер. Android'та да, iPhone'да да InShot программасымен өте көп видео жасауға болады. Одан бөлек VN программасы бар, KineMaster бар, Videolip бар, CapCut бар. Осы программаларды видеоға қолдануға болады. Ал сторизге Mojo программасын қосуға болады, әсіресе бизнесі барларға, тауары, қызмет түрін жарнамалайтындарға. Одан бөлек Quick деген бар, iPhone'да Вкус деген бар. Яғни бұл еріншек программалар деп аталады. Яғни сіз өзіңіз видеоңызды монтажламайсыз, түсіресіз, 5-6 видео түсіресіз, Вкусқа кіресіз, Android'та жоқ, Android'та Quick бар, Quickқа кіресіз, 4-5 видеоны салып қоясыз, өзі монтаждап, өзі переходтарын жасап, өзі музыка қойып, өзі текст қойып жасап береді. Мен сіздерге оңай болу үшін осындай еріншек программаларды айтып отырмын. Ал бәрін өзіңіз жасаймын десеңіздер, жаңағыдай InShot программасына жасасаңыздар болады. Сторизге келгенде барлық нәрсені сториздің өзінің камерасын ашып түсіре беру міндетті емес. Камерасын жауып қойыңыз да, смартфонның камерасына түсіріңіз, монтаждаңыз, креативный нәрселер қосыңыз, сосын сторизге алып келіңіз. Ал постқа байланысты негізі постқа бір арнайы программалар қажет емес, ол мықты жазалсаңыз болды, копирайтингке байланысты. Яғни сіз бизнес аккаунт болса, онда тауарыңызды жарнамалау үшін жай ғана менде осындай әдемі көйлек бар, размерлері осындай, бағасы осындай, производство осындай деп қана жазып қою, ол жеткіліксіз. Бұл баяғы заманның базардың темасы деп айтуға болады. Сіз Инстаграмда сауатты түрде жарнама жасауыңыз керек. Яғни үстіңіздегі киіп алған көйлекті, мысалы айту үшін, басынан бастап көйлек туралы бір нәрсе айтып келе жату керек. Оқып отырған оқырманның бойына тию керек та, ода көйлек жоқ екен, оның киіп жүрген көйлегінің сапасы нашар екен, оның киіп жүрген көйлегінің тігісі нашар екен, одан кейін сізге дәл сол бағадағы көйлекке жарнама жасау керек та. Мысалы, сіздің киіп жүрген көйлегіңіздің бағасы, мынаның бағасы мынандай, сіз неге оған ақша құртып жүрсіз, лучше давайте мынаған деп, соңында алып келу керек рекламаға. Сол өзінің текст жазуының ол енді үлкен тақырып, ол былай айтыла салмайды оңайша. Жаңа текст абзац қою бар Телеграмда. Текстке байланысты арнайы приложение жоқ. Текстті тек мықты техникасымен жаза алу керек. Жақсы, рахмет. Енді құпия болмаса, студенттерімізге де қызық болар. Осы Инстаграм арқылы өзіңіз қанша табыс тауып отырсыз, бізге бөлісе аласыз ба?
Инстаграм арқылы, мысалы, соңғы табысым, өзім 2 апта жұмыс жасадым, ол, ең көбін айтайыншы, ол деген 1 аптада 2 апта көлемінде болады, ол 600 мың. 700 мыңға жуық. Бір өнімнің өзінен, инфо өнім жаңағыдай, бір марафон өзінен. Одан бөлек өте жолдар көп қой негізі, просто мен қазір мүмкіндігім қайсыға жетеді, соны істеп жүрмін. Мысалы, SMM маманы болса, мен ай сайын 200-300 мың тауып отыратын едім. Оған біліктілігім жетеді, бірақ жаңа уақытым болмай жатыр да. Сол үшін қазір қолымнан келетінін, уақытым барын, жаңағыдай марафон курстар жасаймын. Сонымен 600-700 мың әр марафоннан табамын. Өте жақсы. Енді сізге тілеріміз, Ақерке ханым, оқырмандарыңыз осы жылдың беделді блогерлар қатарына қосылуыңызды тілейміз, яғни сіздің осы бүкіл политехникалық колледждің ұжымынан. Бүгінгі біздің конференциямызға келіп, өзіңіздің ақпаратыңызбен, өзіңіздің тәжірибеңізбен бөліскеніңізге алғыс айтамыз. Келесі спикерімізға сөз кезегін берсек енді. Келесі спикер бізде Қалжан Нұрғиса, біздің студентіміз және өзінің вайнерлік қырын танытып жүрген студентіміз. Қазір парақшасында енді біздің студенттеріміздің арасында ең көп оқырманы бар, яғни әрбір тіркелушісі оқырман емес, құрметті деп атайтын 17400 оқырманы бар. Қалжанға сөз кезегін берсек, Қалжан, өзіңді таныстырып, және өзіңнің Инстаграм парақшаң жайлы ақпарат берсең. Ассалаумағалейкум, сәлеметсіздер ме, құрметті оқытушылар, Асылхан ағай, қалайсыз? Студенттер, баршаларыңызға сәлем. Енді мен дейтін андай, анау айтқан блогер емес, енді өзіндік ой бар тұлға ретінде, блогерсызғанның жілігін шағып майын ішпесе де деп айтады ғой. Өзіндік ой бар тұлға ретінде сөйлеп кетейін. Жалпы Инстаграм деген нәрсеге негізі қазіргі таңда номер 1 бизнес болып тұр ғой бұл дейтін. Жақсылап жүргізіп алсаң. Енді бұл Инстаграм деген нәрсеге біз сонау мектеп кезден бастап кірісіп келатыр. Қазір баршаңыз білетін шығарсыздар, Әлішер Қонысбаев деген үлкен блогер бауырымыз бар. Екеуміз бірге бастағанбыз, екеуміз бір класста оқығанбыз кезінде. Сол екеуміз бірге бастап, қазір таңда. Одан кейін мен кішігірім тоқтап қалып, одан кейін кірістім. Жалпы енді қалай жүргізу керек дегенде біздікі жаңағы Ақерке ханым ба? Танымайды екенмін. Ол кісінікінде емес, енді біздікі қазақ юморын дамыту деп айтсам болады. Адамға жаңағы көңіл күй сыйлайтын вайндар, мотивация беретін видеолар, сондай бір видеолар түсіреміз. Жалпы сол видеоны түсіріп отырып, адамға ой саламыз, сондай нәрседе. Ұзақы пост жазу, текстпен жұмыс жасамаймыз көбінесе. Енді мен ақпай айта берем, маған сұрақ қоймасаңыз кеді. Сұрақ қойып отырмасаңыз кете беремін кез. Жалпы парақшаңдағы подписчиктер қалай жиналды? Қалай басталды? Менде дейтін негізі 80 мың оқырманым бар етін алдыңғы парақшамда. Ол жер аудиториямен білмедім, өзім қатты жұмыс істемегенге ма, ішінде Индияның адамдары қосылып, общем аккаунтты құртып алдым. Одан кейін қазір новый аштында бір айдың ішінде 17.600, бүгін 600 болдым, бұйырса 20 мыңға жетіп қаламыз. Бір айдың ішінде осыған жеткіздім. Енді бұл қалай жұмыс істейді дегенде, біздің түсірген дүниеміз ол көрерменнің көңілінен шықса, ол өз-ақ тіркеледі. Мына бала жақсы түсіреді екен ғой, осыған тіркеліп қойайын деп. 33 пост салып үлгердім бір айда. Соны көрген адамдар енді качествоға қарайды ғой, шыққан видео өтетін мықты дүние болса, онда Инстаграмның өзінің алгоритмі бар. Сіздің егер аудиторияңыз оны қабылдап, өте үлкен активность көрсететін болса, оны үлкен топқа лақтырады. Ол жерде маған тіркелмеген адамдар көреді. Бағалайды, содан кейін тіркелу басталады. Құдайға шүкір, енді 33 посттың бәрі топқа кіріп, жаймен деп жиналып жатыр. Бұйырса жаңа жылға дейін 60 мыңға жетуді көздеп отырмын. Жұмыс жасап жатырмыз. Жаңағы кісі Ақерке ханым бір курсқа қатысқан ба, сөздерінен көрініп тұрғанда ешқандай курсқа қатыспаппын, бірақ көп ондай курстар. Инстаграмда енді күніне 14 сторис салу керек қой, жоқ дегенде 14 сторис Инстаграмның талабы. Егер ол болмаса, онда ол төменге кетеді деген сөз. Тағындай сұрақтар. Енді қараңыз, стористі көп салуды оқырманды кетіріп болады ма?
Мысалы, енді кейбір стористарды ашсаң, құмырсқа ұқсап тұрады ғой. Ол Иә, қалай иә. әсер етеді парақшаға? Енді ол блогердің танымалдылығына қарай деп айтсам болады. Мысалы, ол өте мықты блогер болса, оның оқырмандары оны сүйіп көретін болса, до конца көреді ол. Ал егер енді басталып келе жатқан кішкене активность төмендеу болса, онда аз. Ең жоқ дегенде 14 сторис ғой, қызық, кішкене качественный, креативный, динамичный, солай айтса болады. Жақсы, рахмет. Студенттер, құрметті студенттер, біздің арамызда енді Instagram парақшасын дамытып келе жатқан студенттер болса, сұрақтарың бар ма Қалжанға? Осы Рекламаны нешеден сатады екен, соны білейін деген. Қалай? Қайталап жүрсеңіз. Осы 17 мыңдай подписчиктер реклама бағасы нешеден, уже прайс нешеден болады екен, соны білгім келген. Мысалы, қазір жарнама аласың ба, Қалжан? Иә, әрине. Мен енді 17 мың болса да, әйтеуір квартираны жабамын, кредитімді жабамын, ары бері майда-шүйдемен жетеді әйтеуір осы 17 мыңмен. Қанша тауып жатыр деген енді примерно өздеріңіз елестетіп тұрсыздар ғой. Реклама ойбай мынандай болады деп айтсам ұят болып қалар да. Реклама керек болса дайректке жазасыздар ғой. Ал сонда бір округленно айтып кетсең енді, айына жалпы осындай оқырманмен қанша табыс табуға болады? Қатты жұмыс істесе бір 100 мыңдай табуға болады. Мен қатты жұмыс істеп жатқан жоқпын. Ол мынандай ғой, адам екі бағытта жұмыс істейді да, мысалы Инстаграммен мен қазір ақша табамын деп жұмыс істесем, онда ақшаны қырып табуға болады, бірақ активность солатып аламын. Түсінесіз ба? Ал егер мен өзімді дамытамын десем, өзім контентімді, өзім лицомды көрсетемін, дамытамын десем, онда ақша сәл аз болады, бірақ мен өзім жақсы жұмыс істеймін да. Парақша жақсы көтеріледі деген сияқты. Иә, өте дұрыс. Оқырман санын көбейтіп алу керек қой, ең басты мақсат, иә. Енді қараңыз, сізде только видео салынады, иә? Иә, видео. Тағы да бір сұрағымыз, осы сыныптас деген енді фильм десек бола ма? Жалпы не ол? Не айтып кетсеңіз тоқталып. Мен кеше енді осы конференцияны өту барысында мен парақшаларыңызды зерттедім, қарадым, бірталай өзіме енді қалай айтсам болады. Өзіме де аларымды алдым десем болады. Сол сыныптас жайында айтып кетесіз ба? Сыныптас енді сентябрь айының басында біз осы тура осылай жұмыс істейтін, вайн түсіретін, көңілді видеолар түсіретін балдар барлығымыз бірігіп, как будто деген команда құрған болатынбыз. Сол балдармен барлығы жайдарманшы балдар, вайнер балдар, 8 баламыз. Осы жақында сыныптас деген сериал шығардық. Мен бірінші сериясын шығардық. Енді келесі апта бұйырса екінші серия кірісейін деп жатыр. Енді қызық болып жатыр. Бірінші серияның өзін салдық. Өте кәдімгі залетать етті десем болады. Уже 2-3 күннің ішінде 900 мың қаралым жинады YouTube'да. Бұйырса енді екінші, үшінші сериялар подряд кететін болады, қызық болады. Асылғана көріңіз десілше. Күшті болады. Рахмет. Олай болса, құрметті студенттер, мына жерде мен бір вайн, осы Қалжанның бір вайнынан мысал келтіргім келеді. Барлығымыз енді қарап көрейік, иә? Содан кейін баға бере жатармыз. Естіді ма? Мен ғой? Досым, қазір алдындағыдай жаным ашып деген әңгіме болмасын, дұрыстап қойайық, жарай ма? Телевизор, досым. Досым, есің дұрыс ба? Олар отбасыларымен отырып турецкий сериалдар көретін шығар. Шындысың ба? Топас? Ақша, досым, қарасай. Жүрек жоқ екен сенде, иә? Мүмкін ертең кредитін жабатын шығар. Мүмкін подкаблушың шығар, әйеліне шуба пергісі келіп жүрген шығар. Қойшы орнына да қой. Ема, досым, қарасай, швейцарский сағат. Сонау Швейцариядан жасағанды біз ұрласын деп сатып алдым осыны. Ой, сен, дегенде ұсталатын болдық қой, кіреміз де шығамыз деп айттық қой саған. Досым, қас. Босай, досым. Тоқташ, досым. Қазір ұсталмай қалсақ, милиция ағалардан ұят болды. Ой, қош. Мамам алып берген пальтоны. Енді бұл жерде парақшада жалпы юмор арқылы адамға ой салатын дүниелер де бар екен. Сондықтан әрбір істің артында жақсылық, қайырымдылық және айналамызға деген мейірім болса,
барлығы жақсы болады деген үміттеміз. Енді Қалжан, саған көп рахмет бүгінгі конференцияға қатысып. Енді тағы бір сұрақ қоя кетейінші. Осы парақшаңды дамытуға ақша саласың ба? Ақша салмаймын. Шынымды айтайын, ешқандай бір салмаймын. Жақсы, рахмет. Енді келесі біздің спикеріміз, бұл Айжан деген біздің студентіміз, блогер, парақшасында 12.300 оқырманы бар, және қарап шықтым, TikTok көп түсіретін біздің блогер студентіміз бар екен. Енді Айжан, өзіңді таныстырып өтсең, жалпы Instagram қашан шықты, қашаннан бастап дамый бастады, өзің осы Instagramды қалай дамыта бастадың, соған тоқтала кетсең. Саламатсыздар ма, оқытушылар, студенттер, өзім TikTok түсіремін. Мен 2017 жылдан бері TikTokты түсіремін. TikTok ол кезде әлі Musical Lie еді да, есімі, сол кезден бері түсіремін. Бірақ ол кезде әлі TikTok онша дамымаған еді. Одан кейін TikTok осы карантинда 2020 жылы қатты дамып кетті. Барлығы түсіріп бастап, уже знаменитый болып бастады осы жылы. Ал Instagramды мен 2018 жылы оқуға түскен кезде Қалжанмен бірге бастадым. Мен актерлық шеберім көп, бірақ өзім дамытпайтын едім өзім Instagramымды. Маған Қалжан көмектесті дамытуға. Вайндарына түсіп кішкене, былай сосын танымал бола бастадым. Қалжанның вайнар түсетін қыз емессің ба деп бастады маған айтып. Одан кейін өзім сол вайндарды өзім страницама салайын деп шештім. Өзім страницама салып, ары қарай дамыттым кішкене. Бірақ қазір онша көп түсірмеймін тоже, жұмыс жоқ, бірақ опыт бар, талант бар, барлығы бар, бірақ менде уақыт жоқ болған. Енді сұрақ қойсаңыздар. Instagram трендтарын айтып өтсеңіз, жалпы қандай тренд қазір қандай болып жатыр жалпы? Instagramда жалпы былай айтқанда әр блогердің өзінің бір фишкасы болады. Мысалы, біреулер стиль туралы түсіреді, біреулер жаңағы қызықты, біреулер социальный ролик, адамды ойландыратын, мотивационный түсіреді. Ал біреулер, мысалы, тамақ түсіру жайлы сондай әртүрлі болады өзінің фишкалары. Ал менікі, мысалы, обычный тренд түсіру фишкасы. Қандай тренд, мысалы, хит болып кетеді, қандай уже знаменитый болып тұрады, соны түсіре беремін мен. И солай залететь етіп кете береді видеоларым. И қазір Инстаграммен, в настоящее время Инстаграм является самой популярной социальной сетью. Даже ТикТоктан қарағанда Инстаграм более знаменит. Инстаграмдан ақша көп табуға болады, поэтому барлығы Инстаграмда жүр қазір. Ал енді басқа қосымша парақшалардың СММ маманы болып жұмыс істеу ойыңызда бар ма? Ондай менде жоқ. Мен даже Инстаграмда ақша таппаймын, былай айтқанда. Только мен жазда көп пост салдым, сол кезде Инстаграм көтеріп, рекламамен айналыстым, бірақ біреудің страницасын алып, олай жұмыс жасап көрмегем. Жақсы, рахмет. Олай болса, біз қазір кеңестер айдарына кезек берсек, біздің парақшамыз, Политех Алматы парақшасы, қазір 28.000 оқырманы бар өзіміздің күнделікті. Таңертең, мысалы, менің өзім таңертең тұрасап, Политех Алматы Инстаграмына бір кіріп, көп шығарым, не болып жатыр екен, кім қандай шара өткізіп жатыр, қандай жаңалық болып жатыр деген. Сондықтан осы жердегі студенттерімізбен осы біздің парақшамызды талқылап көрсек, жалпы осы парақшаны кіріп көресіздер ма, жазылғансыздар ма, және қандай кеңестер бересіз осы парақшаға. Қазір мен демонстрацияны тоқтатайын, және студенттерімізбен, және ұстаздарымызбен де ақыл кеңес айдарын жасасақ. Жалпы парақшамызға жазылғансыздар ма, содан бастасақ. Политех Алматы. 2 жылдан бері жазылған мен. 2 жылдан бері. Айдос, сізбен сұхбаттасып көрсек, қай бөлімнің студентісіз? Есім Амангелді Айдос болады. Есептеуіш техника бөлімінде оқимын. P21 тобының студентімін. Политех Алматыға мен 2 жыл бұрын жазылып бастадым. Сол 9 сыныптың басында болған. Оқу бойынша оқу орны іздеген болатым. И
менде таңдау политикаға түсті. Сол кезден бастап Инстаграмын, жалпы сайттарын қарап бастадым. Яғни сіздің мамандық таңдауыңызға да осы Инстаграм әсер етті, иә? Политех Алматының Инстаграмынан сіз өзіңізге керек ақпарат ала алдыңыз ба? Иә, оқу жылы аяқталарға таман осы страницада колледждегі барлық мамандықтар бойынша жалпы мағлұматтар, жалпы құжаттарды қалай тапсыру керек, түсуші адамдарға деген көптеген кеңестер берілді. Яғни ол кеңестер 9-шы сынып оқушыларына пайдалы деп ойлайсыз, иә? Иә, оқуға түсу үшін қазіргі кезде әлеуметтік желі көп қолданылады, сондықтан бұл өте пайдалы. Рахмет. Енді қараңыздар, осы біздің парақшамызда мысалы видео салсақ, фото салсақ, просмотр, лайк санын көбейту үшін мысалы не істеуге болады деп ойлайсыздар? Мысалы өздеріңіз лайк басасыздар ма, или листать етіп өтіп кетесіздер ма? Бір ой қосыңыздаршы, мысалы Сәуле апай сізді тыңдап көрсек. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе, Сәуле апай, Сәуле Балтабаевна? Жалпы біздің парақшамызға жазылдыңыз ба? Әрине, мен колледжге қалай келдім? Шынын айтқанда бірден осы политехтің инстаграмына жазылдым. Шынын айтқанда мен осы Алматы қаласында біздің политехтан басқа тағы да 3 мемлекеттік колледж пен 1 частный колледждің инстаграмына жазылғанмын. Тұрақты постоянно қарап отырамын. Шынын айту керек, біздің колледждің инстаграм парақшасы сондай активны дейді ғой, қызықты. Енді жастардың көзқарасын білмеймін, мен өзім инстаграмды үнемі қарап отырам. Политехтің инстаграм парақшасын кім жүргізетінін білмеймін, бірақ сондай активны барлық жаңалықтар беріліп тұрады. Ал содан кейін шынын айтқанда басқа колледждің де қарап салыстырып отырасың ғой. Оларда мынандай 1 аптада 1 рет, не болмаса 2 аптада 1 рет деген сияқты. А бізде инстаграм прям күнделікті. Ал егер кейде болады, күніне 1 рет салынбай қалып жатса, іздеп отырам, неге жоқ екен деп. Рахмет. Өте жақсы, рахмет, Сәуле Балтабаевна. Енді шынымен де біздің колледжіміздің парақшасы Политех Алматы, Алматы қаласы бойынша колледждер арасындағы инстаграм парақшаларын салыстырғанда өте белсенді түрде жүргізіледі және құнды ақпараттар салынады. Оның арасында және айтып өттік, өткізілген іс-шаралар бар, ақыл кеңестер бар, және түрлі челлендждарда видео ретінде барлығы салынып отырады. Яғни енді біздің міндетіміз осы парақшаны ары қарай да дамытып, өздеріңіздің араларыңыздан креативті ойлар қосып, ары қарай да бұл парақшаның біз оқырман санын көбейтіп және оқушыларға көбінесе ссылкалармен бөлісіп, оқушыларды да тартуымыз керек. Яғни біздің колледжге қызығатын оқушыларды осылай біз тарта аламыз. Олай болса, бүгінгі конференциямызды осындай 3 спикеріміздің жақсы ақпараттармен бөлісе алды деген оймен аяқтасақ, сіздерге айтарымыз, ойларыңызды ашық жазсаңыздар, мысалы, дайректке жазсаңыздар идеяларыңызды, немесе өздеріңіз бір TikTok, мысалы, және айтып жатырмыз ғой, трендтегі видеолар түсіріп жүрсеңіздер, әрине неге жарияламасқа? Себебі бұл біріншіден сіздер үшін, студенттер үшін арналған парақша болып табылады. Сондықтан барлығымыз белсенді түрде қатысуға шақырамыз осы парақшамызды жалпы дамытуға. Олай болса, баршаңызға рахмет. Бүгін уақыт тауып осы конференцияға қатысып отырған оқытушыларымызға рахмет айтып, сіздермен қоштасамыз. Сау болыңыздар. Сау болыңыз.